Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балалар жаңадан тақырып өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жуан және жіңішке жұп дауыстылар деп аталады. Бірінші тапсырма балалар, өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Олай болса, отан деген тақырыптағы өлеңімізді оқиық, иә? Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің, ер халқың, отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Өлең авторы Бүркіт Ысқақов. Балалар, өлеңдегі өлке деген сөз ол аймақ, өңір деген мағынаны береді. Отан туралы білетініңді айт. Балалар, отан ол біздің туған жеріміз. Отан ол біздің халқымыз, иә? Отан атамекеніміз. Отан біздің достарымыз. Отан тәуелсіздік және де отан отбасы, иә? Олай болса, балалар, отан деген не? Осыны өздеріңіздің жұмыс дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, иә? Және де балалар, отан деген түсінікке сіздер тағы да нені жатқызасыздар? Айта қойыңыздаршы. Отан деп отырғанымыз не? Отанның ішіне нелер кіреді? Нені біз отан дейміз? Иә, отан ол біздің тарихымыз, отан ол біздің тіліміз, иә? Жасаған еліміз, ер халқымыз, бұның барлығы отанға жатқызылады, иә? Дұрыс айтасыздар. Екінші жаттығу, мақалды көркем жаз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл дейді. Балалар, бұл мақалдың мағынасын түсіндіретін болсақ, отаны жоқ адам, ол орманы жоқ бұлбұлмен тең дейді. Яғни, отаны жоқ адамды, жаңағы орманы жоқ құспен теңеп тұр, иә? Яғни, барлық адамның өзінің отаны болу керек, иә? Үшінші жаттығуды орындаймыз. Сөздерді салыстырып оқы, көшіріп жаз. Ал, әл, сан, сән, ыс, іс, тыс, тіс, ұн, үн, тұс, түс. Балалар, сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарда да олардың дыбысталуына назар аудар. Балалар, сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстар бұл жерде а, ә, ы, о, иә? Бұл дыбыстар балалар өзара жұп дауысты дыбыстар деп аталады. Яғни бұлардың біреуі жуан болып келсе, екіншісі жіңішке болып келеді. Сондықтан да бұлар жұп дауысты дыбыстарға жатқызылады. Бұлардың дыбысталуына назар аударатын болсақ, балалар, бұлар біреуі жуан, екіншісі жіңішке болып дыбысталады, иә? Енді балалар, бұл дыбыстардың айтылуына орай сөз бірде жуан болса, бірде жіңішке болады, иә? Мысалы, ал сөзінде дауысты дыбыс ол жуан болып тұр, иә? Соған байланысты сөзде жуан айтылады, иә? Ал әл сөзіне келетін болсақ, бұл жерде бұл жіңішке дауысты дыбыс, иә? Сәйкесінше сөзде жіңішке болып айтылып тұр, иә? Жарайсыздар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Балалар, келесі тапсырма сөздердің мағынасын қалай түсінгеніңді айт дейді. Олай болса, балалар, сөздердің мағынасын ашып айтайық, иә? Ал, ол бір нәрсені ал, яғни бір нәрсені алу деген мағынаны береді. Ал әл сөзі ол күш, әл, қуат деген мағынаны береді. Сан сөзі есептегі сан, иә? Ал сән ол әдемілік. Ыс ол түтін. Бу, иә? Ал іс деп отырғанымыз жұмыс, әрекетті білдіреді, балалар. Тыс ол сырт жақты білдіреді, сырт дейді. Тысқары дейді. Ал тіс ол ауыздағы тіс, иә? Ұн сөзі бұл тартылған бидай. Яғни біз ұннан қамыр илейміз, нан ашытамыз, нан пісіреміз, иә? Ал үн сөзі ол дыбыс. Яғни адамдар бір нәрсе деп сөйлейтін болса, соны біз дыбыс шықты, үн шықты деп айтамыз, иә? Тұс ол жақ, маң. Ал түс деп отырған сол бояу, рең. Яғни бір нәрсенің түсін бояу деп атайды, иә? Балалар, осындай сөздерде дыбыс өзгерсе, мағынасы өзгереді. Яғни сөздегі бір әріптің орны ауысып кетсе, яғни бір дыбыстың
қате жазсаңыздар, ол сөздің мағынасы, яғни басқа болып ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан да сіздер жазған кезде жазуды қатесіз, көркем түрде жазуларыңыз керек. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. 4-ші жаттығу: ұйқасын тап, төрге оны төсеп, қабырғаға кілем, оның аты кілем. 2-ші: ағып жатыр бұлақ, жағасында құрақ. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта белсене қатысқан оқушыларыма рахмет деймін. Сіздерге сәттілік. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.